Халқым осы Қарақалпақстан елінде туылып, осындай үлкен жетістіктерге жетіскенімнің өзі осы Қарақалпақ халқы. Қазақ бізде деп көкірегінен көтерген жоқ. Қарақалпақстан халық артисті атағын берді. Президентіміз Қарақалпақтың ерке қызы деп достық орденін берді. Сонша шәкірт шығарып отырыпты, ұстаздық жолында да үлкен жол қызметі бар, дүниеге танылып отырған шәкірттері бар деп профессор илми дәрежесін берді. Соның барлығы тек қана менің жетіспегендігім емес, бүкіл сіздердің ата-бабаларымның қолдауыменен төртқаралардың біз киелі халықпыз. Менің осындай болып ортаға шығып бәрін аузыма қарап тұрған бұл мен емес, менің ата-бабаларым мені қолдап тұрған. Сондай-ақ мен мақтанамын осындай елде туылып өскеніме. Төртқараның қызы болғанын ана қарайшы. Ақтауға барып концертке барғанымда Ақтаудың әкімі ойбай, мына қыздың қолы қылыштай екен деген бүйтіп айта кетемін да. Сондай-ақ осы қылыш қолым ешқашан төмен түспесін деймін. Оны сіздер ғана тілеп тұрасыздар, тілекшімін сіздердің. Ал енді осы Қарақалпақты үлкен атағын алғаннан кейін Қарақалпақ қосқыларда болады да, себебі мен соның арқасында жетістім, соның нанын жеп жатырмын. Ал енді сіздердің құрметтеріңізді Қарақалпақ қосқыларына. Ойбай ма. Ал енді құрметті ағайындар, міне бүгін қасиетті төртқара бауырлар бүгінгі беріліп жатқан ас қабыл болғай. Міне қасиетті бауырларымыздың бүгін міне Қарамашақ атаның ұлы асында айтады ғой, қазақ айтады, қыз кетеді, құлазды көңіліңді іздетеді, ұлдың орны бір бөлек дегенменен бас ауырып балтырын сыздағанда ұлдан бұрын бірінші күн жетеді дейді. Мынау атаны сыйлап, атаның аруағын сыйлап, ағаларын сыйлап, осы Мақсет ағаны сыйлап, шаңырағына ат басын тіреп, өзінің өнерін паш етіп, халыққа жария қылып отырған міне қыздарың келіп отыр ағайын. Бір шапалақ ұрайық. Ал енді қыздары мына 60 жасқа шығып жатыр бүгін. 60 жасқа шыққан мерейлі жасына иығына міне шапан, астына кілем. Одан соң аты мінгізіп жатқан міне төртқарлар мінгізіп жатыр қызға. Бір шапалақ ұрып. Енді қызыңызға бір бата беретін бір жасылқын, төртқараның ең жасылқын ақсақал бар ма? Bir бата берейік. Ниетұлағын қайда? Ниетұлағын шақырайық, мына қызына 60 жаста бата берсін. Барлық төртқарлар бата берейік ағайын. Ниетұлағын қайда кетті ма? Келатыр. Аға кел. Ал енді құрметті төртқара бауырлар, мына қыздарыңа батаңызды берің, алғыстарыңды айтыңдар. Бата берейін, ер көгілер дейді. Сізге кетіп қалмайық, жақсы олда дейді. Қыз бала дүниеге келсе, қыз бала өз шаңырағына қыз өріске төгейді деген. Бірінші менің бір қуанатыным Гүлдара ағамыздың әркімге қатынасыңыз, жас кісілердің апалары Раханиев, Anada aytıp ketip bu Қазақстан Қарақалпақтың бармақпен тырнақпен қыз тілдері aldığımızda uçakta şapılap, altın azapta жүріп, әртеден бұнdan себерген. Әзірде атаның бақылауға шығысы, онdan тілекті бұқағын оқырамыз. Қарақалпақстан Республикасына, Түркістан Республикасына, Арғажада халық
Қазақстан Республикасында да өзің бармаса да өзің телевизордан көріп жаратқан ем жарылқағай қосылғанымен құсақ ырғайсың. Бәріміздің хабарымыз бар, жанұяңа берген келін өзіңмен қоса отбасы әулие халқыңа амандығын бақытын жақсылық алып келген болғай. Ол жастардың жерімізбенен келін некелері адам атасының ауан алған некесіндей болғай. Пайғамбарымыз Мұхаммад Мұстафа саллаллаху алейхи ва саллямның некелерінің болғай. Міне ел халқын айналайын аялап, көкшараның берекеті қызсын айналайын. Жеңгелерің тұр, көкештерің тұр, сіңлілерің тұр, апаларың тұр, ағаларың тұр, інілерің тұр. Бәрімізді тілекшіміз, жекелей ата, жалаңбыз баталарымыз, жетпек жақтарында қарамша атамыздың асып берекесіне келіп, екі өзіміз әмді шырқап бердің, халықтың көрін көтеріп жатсын. Жаратқан емі жарылқағай айналайын. Әрқашан мағыналы мазмұнды бақытты баянды өмірлер беріп, білайын бәріңіздің қарындасымыздай өмірлері қой жолданда ел халқы тыныштық болғай, халқымыздың той мерекесі көп болғай. Ұлыма халықтың назарында жүріп, әрқашан жақсы қуаныш тойларда шырқап, мәртебен бұларды аса бергей, өңгейсіз, өскейсіз. Ақырғы мағыналы мазмұнды баянды өмірлер беріп, Қарабастан, Өзбекстан, Қазақстанның екі қызы болайым. Кәдімгі өзіміздің оралда барған апаларымыздан жолларын берген. Бақытты боласың. Бақытты бол, шапалай жас. Бір шапалақ ұрып қояйық апамызға. Ана енді бұдан әрі жалғастырамыз. Сіңлілері, белестері, келіндер, билеріңіздер, тойларыңыздар, бас баршаңызға қабыл болсын.